Бүгінгі әлем бір-бірімен тығыз байланысқан жүйе. Ғаламдастыру бәрімізге әсер етіп жатыр. Экономикаға да, мәдениетке де, тіпті ойлануымызға дейін. Ал бұл үрдіс қазақ қоғамына қалай ықпал етіп жатыр? Көрейік. Ғаламдастыру бізге бәрібір әсер етіп жатыр. Ол дүниежүзінің халқында бүкіл өркениетте болып жатқан мәселеден қазақ ешқандай тыс қалмайды. Ол біздің рухани өмірімізге толығымен еніп жатыр. Ол бүкіл елдің мынау экономикасына, саясатына да, жалпы әлеуметтік дамуына да бәріне қатысы бар. Біз оған қатысымыз жоқ деп, одан теріс айналуымыз мүмкін емес. Ал енді осы ғаламдастыру мына халықтарға қалай әсер етеді дегенге қатысты біз мынаны біліп алуымыз керек. Ғаламдастыру мына ірі халықтарға, тілдері көптеген елдерге жайылған ұлы мемлекеттер, олар сол ғаламдастырудың алдыңғы шебінде деп айтуымызға болады. Жалпы ғаламдастыруды дүниеге алып келген сол ірі алпауыт мемлекеттер. Олар сол өздерінің ғаламдастыру шарттарыменен алға қарай дамып кетіп бара жатыр. Олар ешқандай ғаламдастырудан шектелеміз, сөйтеміз, қалай сақталамыз деген проблема олар қоймайды.